Арма Қазақстан, барма қадірлі көрермендер. 9 мамыр жеңіс күні баршамызға құтты болсын. Сұрапыл соғыс көрген батыр ата-әжелеріміздің ерлігі елесінде. Әлемде татулықтың туы желбірей берсін. Сен неткен отан анам ғажап еді. Әспеттеп көркем тілмен жазар еді. Болашақ ұрпағың біздер үшін. Жайнай бер ұлы отаным қазақ ері. Жеңіс күні қазақстандықтар үшін ұмытылмас маңызы жоғары мереке. Кеңес елінің бірлігі мен достығының арқасында 1945 жылы 9 мамырда соғыс ұлы жеңіспен аяқталды. Ер жігіт елінің ұлы, намысының құлы демекші, бүгінде біз елімізді, жерімізді қорғау үшін өмірге келгенімізді ұмытпай, жадымызда ұстауымыз керек. Құрметті көрермендер, отан туралы мақал-мәтелдерге кезек берейік. Әр мақал-мәтел бір немесе екі тармақтан тұрса да, өз үшін тәрбиелік мәні өте жақсы. Назарларыңыз экранда болсын. Қайырлы күн, көзі қазақты көрермен. Жеңіс күні құтты болсын. Отанға деген махаббатымызды жүрегімізде сақтайық. Бүгін мен сіздерге отан туралы мақал-мәтелдер айтып беремін. Бұлбұл гүлзарын сүйеді, адал адам отанын сүйеді. Отан елдің анасы, ел ердің анасы. Отан үшін күрес, елге тиген үлес. Отан қуат, отбас шуақ. Отан оттан да ыстық. Отанды сүю отбасынан басталады. Отанды қорғау парызымыз екенін есте сақтайық. Жеңіс күні құтты болсын. Сәлеметсіздер ме, жайдарлы жандар. Ата-бабаларымыздың аңсап жеткен ұлы жеңіс күні құтты болсын. Бүгін мен де өз отаныма деген махаббатымды келесі мақал-мәселдермен толықтырғым келіп отыр. Елің панаң, жерің анаң. Егемен елдің еңсесі биік. Ерлік білекте емес, жүректе. Отанға опасыздық еткенің, өз түбіңе өзің жеткенің. Орағың өткір болса, қарың талмайды. Отаның берік болса, жауың алмайды. Біздің ата-бабаларымыз түрлі қан-құйлы соғыстарды басынан өткерді. Олардың ең соңғысы ұлы отан соғысы болды. Олардың соғысқа қатысқан мақсаты ұрпақтарының, яғни біздің бейбітшілікте өмір сүруіміз. Осылайша аттың жалында, түйенің қомында жүріп, біздерге бейбітшілік өмірді орнатып берді. Ата-баба ерліктері мәңгі жүрегімізде. Расында, әр мақал-мәтелдің шыны келеді. Терең мазмұнды, тақырып аясы кең, сөз мәйегі. Ал достар, отан дегенді қалай түсінуге болады екен? Ол туралы біздің досымыз Әли айтып берсін. Отан адам баласына ыстық. Отан десе адамның жүрегіне жол ұялайды. Отанға деген махаббат пен сүйіспеншілік ата-анаға деген махаббатпен тең. Қазақстан күн сайын дамып көркейіп жатыр. Осындай елмен әрине мақтанамын. Мықты ақындарымыздың бірі Мұқағали Мақатай өз отанына деген махаббатын отан өлең арқылы қалай жеткізген десеңші. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен асқартал гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бір жандығын сүйемін қабырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемде жарып шықты, боз торғай шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен. Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүймеуімді күйретем, отанды сүйгенімді күйретем. Отанды сүю әрбір адамның азаматтық парызы. Елінің дамуына үлес қосу, оның мәдениеті мен тіліне құрметпен қарау әр азаматтың міндеті. Бүгінгі Балдәурен бағдарламамыздың қонағы кішкентай ұлтжанды отаншыл досымыз Айсұлтан. Қайырлы күн, Айсұлтан. Сәлеметсіз бе? Бүгін қандай мерекеге білесің бе деген сұрақпен бастағым келіп тұр. Я білем, жеңіс күні мерекесі. Дәл таптың, Айсұлтан, мереке құтты болсын. Бағдарламаға қош келдің. Рахмет. Жалпы отанды сүю дегенді қалай түсінесің? Отанды жақсы көру деген қорған болу.
әркез елмен жермен мақтану, ер жеткен соң отанға қызмет ету. Тамаша жауап. Айсұлтан, бүгінгі бағдарламаға дайындап келген қонақтарың бар шығар? Я өлең оқып беремін. Ендеше өзіңді тыңдайық. Бүгін шаттық мереке, құтты болсын қазағым, жеңіс күнге жалғансын, бар жақсылыққа жабың. Құтты болсын бұл жеңіс, бейбіт күнде тербелген, тарих болып бұл күні қазағыма дем берген. Керемет Айсұлтан. Сендей отаншыл досымыз барын көріп, қуанып отырмыз. Бағдарламамызға келгені үшін көптен көп рахмет. Бағдарламамыздың кезекті қонағы Талғат Гүлжауһар. Қош келдің Гүлжауһар. Қош көрдік, жеңіс күні құтты болсын. Рахмет, өзіңе де. Гүлжауһар, бүгін өте маңызды күн. Оны өзің де білесің. Осы күні ержүрек ата-апаларымызды айтып жатырмыз. Сонымен қатар, батыр апаларымыздан кімді айтар едің? Менің жүрегімдегі батыр апаларымыз Әлия Молдағұлова және Мәншүк Мәметова апамыз. Әлия апамыз бен Мәншүк апамыз туралы қандай мәлімет білесің Гүлжауһар? Әлия апамыз әйелдер мергендер мектебінің алғашқы қабылдау түлегі еді. Молдағұлова Әлия Нұрмұхамбетқызы 1943 жылы 23 ақпанда әскери ант берді. Жазда тағайындалып, солтүстік батыс майдан бригадаларының біріне мерген болып барды. Сол жылдың қазан айынан бастап 18 жастағы Әлия әскер қатарында болды. Алғашқы кезде кішкентай ғана нәзік қызды жауынгерлік командирі майдан шебіне жіберуден қорыққан. Бірақ ол табандылығын 17 жасында майданға баруға тырысқан кезінде-ақ көрсеткен. Ал Мәншүк апамыз туралы айтсам, шын есімі Мәнсия. Анасы еркелетіп моншағым дей бергеннен Мәнсия апамыздың тілі келмей өзін Мәншүк деп кеткен. Ұлы отан соғысы басталған кезде Алматы медикалық институтында оқып жүрді. 1942 жылы тамызда ол өз еркімен Қызыл армия қатарына алынып, 21-ші атқыштар дивизиясының құрамында ұрысқа қатысты. Аға сержант пулеметші Мәншүк өз мергендігімен және тобында батылдығымен көзге түсті. Невель қаласы үшін болған кескілескен Мәншүк ақтық демі біткенше оқ боратып, қаһармандықпен қаза тапты. Жарайсың Гүлжауһар. Біраз мағлұмат айтып бердің. Бүгінгі мерекеге орай дайындап келген қонақтарың бар шығар? Я, Әлия апамыз бен Мәншүк апамыз туралы өлең шумақтарын айтып беремін. Әлия, Мәншүк, қайсар гүлі қазақтың, ерлігіне таңданамын ғажаптым. Солар төккен қызыл қанның арқасы, Қазақстан аспанында азат күн. Жарқырайды бейбітшілік жалауы, орындалып жас ұрпақтың қалауы. Әлия мен Мәншүк жүрегі боп жанып тұр, мәңгілік от ескерткіші алауы. Гүлжауһар, бағдарламамызға келгеніңіз үшін көптен көп рахмет. Сіздердің де шақырғандарыңызға алғыс білдіремін. Бүгінде Әлия мен Мәншүк батыл апаларымыздың есімдерін бөле жағара қарау еш мүмкін емес. Ерліктің қос қанатына баланған тұлғалар мәңгі жүрегімізде. Қазіргі таңда бірінің ата-аналары, бірінің ағасы, немесе әкесі әскери қызметте. Келесі қонағымыз аяулымның әкесі әскери. Елін сүйген отаншыл жан екен. Аяулым, мен де еліме адал, шын жанашыр азаматша боламын дейді. Аяулым, сәлем, қош келдің. Қайырлы күн, Жеңіс күні құтты болсын. бірге болсын. Білуімше, сенің әкең әскери адам. Ол кісіден сұрақ көрдің бе? Әскери адам болып қаншалықты қиын екен? Я, әскери адам болу үшін отанын сүю керек, және де патриот болу керек. Отанды жүрекпен сүю керек. Аяулым, бүгінгі күннің батырларын білесің бе? Қай батыр ата-апаларымызды білесің? Айта берсек, бейбіт заман сыйлаған батырларымыз өте көп. Бауыржан Момышұлы, Рақымжан Қошқарбаев, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова сынды батыр ата-бабаларымызға мың тағзым.
Тамаша, аяулым, өзіңнен анакеде сұрасақ. Қазақстан туралы өлең оқып берейін. Еркіндіктің мекені, Қазақстан байтағым. Ерлігіңді әрдайым мақтанышпен айтамын. Аман болып халқымыз, арта берсін даңқымыз. Жылытып күнде жүректі, атсын бейбіт таңымыз. Бәрекелді аяулым. Келгенің үшін көп-көп рахмет. Сен де отаншыл екеніңді көрсеттің. Әркез осылай елімізбен мақтанып жүргейсің. Сіздерге де шақырғандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Жақсы күндерде кездесейік. Елімізбен, жерімізбен мақтанатын достарымыз өте көп. Сол достарымыздың бірі Райхан. Назарларыңыз экранда болсын. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Менің отаным Қазақстан. Қазақстан ұлан байтақ елім. Кіндік қаным тамған жерім. Тәуелсіз мемлекет, өз туы ел таңбасы әнұраны бар. Жер көлемі бойынша 9-шы орында. Жерікен және құнарлы. Менделеев кестесінің бүкіл элементтері кездеседі. Мұнайға бай. Бас қаламыз көркейген Астана. Тәуелсіздік жылдары Қазақстан. Тар жол, тайғақ кешуден сүрінбей өтіп, саяси, экономикалық және әлеуметтік жедел жаңару жолына түсті. Еліміздегі ұлтаралық келісім мен саяси тұрақтылық арқасында Қазақстан әлемдегі достық пен бейбітшілік мекеніне айналды. Қазақстанымда бейбітшілік пен тыныштық әрдайым болсын. Қазір біз жастар білім алып, өз еліміздің дамуына үлес қосуымыз тиіс. Өйткені болашақ біздің қолымызда. Және осы болашақты құру үшін бізден жауапкершілік талап етіледі. Осымен Балдәурен бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Назарларыңызға алғыс білдіремін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.